Там наш клич от предков клич свобода. А там Казахстан вмещает в себе сердцем все народы, весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, а там Казахстан совершает наше спасение и сокрушает произвол. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, экран алдында отырған сіздерге Алланың нұры, шапағаты жаусын, елімізде індет ауруынан тоқталсын деген ниетпен біз үздіксіз Асыл мұра бағдарламасын өткізіп келе жатырмыз. Әр аптада әртүрлі жаңалықпен бізге оралып келіп жатқан Аттан Қазақстан бейбіт қозғалысының төрағасы Амантай Қажы Асылбек біздің студиямызда тағы да қонақта. Енді қазақта айтқан көреген деп айтқан кезінде ата бабаларымыз дуалы ауыз деп айтқан. Жақсы айтса да орындалып жатады, қандай жаман айтса да орындалып жатады. Тек сезімталдығымен сезіп отыратын көреген бүткіл енді шариғатта көрегендікке көп мән бермейді, ал енді бүткіл әлем бойынша Амантай Қажыны бүткіл әлемнің көріпкелі деп, дүние жүзінің көріпкелі деп атаған екен. Неге десе, қай мемлекетте де болса, сондай сезімтал адамдар болған, бойында ерекше көрегендік қасиеті болған. Және осы Амантай Қажы сол болжампаз көрегендердің ең жоғарғы сатысында тұр деп өздері бағалаған екен. Ендеше біз өткен жолы бірнеше бағдарламаларда бұл кісінің шет елде, батыста, Еуропада болып жатқан жағдайларда қалай болатындығын өз аузымен айтқан, оны естідіңіздер. Дәл қазіргі сәтте ол жерде жағдай одан ары ушығып бара жатыр дейді адамдардың. Ушыққанда індет ауруының көбеюін айтып жатыр. Ал елімізде тыныштық болады деп айтып жатыр бұл кісі. Енді жақсыдан шарапат, жақсыдан жарым істейді, жақсы сөз жарым істейді. Ендеше Амантай Қажының бұл сезімталдығы одан ары күшейіп барады. Бүгінгі күні қандай бұл кісі өзінің аузынан жақсы сөздер, қандай елге айтар дуалы сөздер шығады екен, және тағы да бүткіл әлем бойынша қандай өзіңіздің болжамдарыңыз бар? Бисмиллахиррахманиррахим. Элхамдулиллахи ва салату ва салам расулина Muhammedin el-Eshabin el-Majim. Sadakallahu ve azim. Subhanallah. Velhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah bergen oluk. Allahu ekber. O Kazağım, ilim yerim, Kazakistan'ım. Ben İslam'daki Müslümanlarım. Ben osman alçıma circile çıkıp oturmayın. Жұлдызы да қазақтың қызы ғой, қарындасым. Өзінің білгенін, көңілін айтып отыр ғой. Қабыл болсын. Бұның енді шындық айтсақ айналайын. Мына бірінші Асыл Мұрада ашылғанда бата беріп айналайын. Бұл телеканалын ашып, бұл телеканалды 34 канал, жастар каналы. Бұл президент біздің Нұрсұлтан Әбішевтің жастар жылында деп жариялағанда шықпай қалған канал. Оның енді мына Тоқаев екінші президентіміз өзінің қолдауымен ашылып, бұл қоғамдық теледидар тағы да. Бұл ешқандай өкімет, мемлекет бұлай қаражат беріп отқан жоқ. Алла беріп жатыр. Мен оны өзім үлесімді қосып жатырмын, менің бергенім бір. Амантай Қажы бірінші ол бір ай бұрын келгенде Алладан халқым үлкен сынақ келіп отыр. Бүкіл әлемге дедім, бүкіл адамзатқа дедім. Оның бірінші сынағы мына адамзаттың батыс Европаға, Америкаға қараңыздар айналайын. Бұндай әлемге айту, оның әлемге сонда келуі, адамзатқа осы апат айтуы, оны бақырып, жаным ашып, Қазақстанды бүкіл мұсылман адамзатқа бақырып, айқайлап айтып отыр, о тек Алланың қолынан келеді. Алла айтқызады, Алла жеткізеді. Мен Алла болмаса, оны мен білмеймін. Мен Алла не айтты сонда? Батыс Европаға, Америкаға бірінші үлкен қайғы келеді, апат келеді. Неге келеді? Бұлар адамзатқа, мұсылмандарға, басқаларға бәріне. Мұны кеше, мұны бірінші, мұны католиктерді айналайын. Кеше ғана католиктің пасқысы болды. Құтты болсын мұны, христиандардың, бүкіл Европаның айналайын. Оны 19-шы көкек күні ғой, православный пасқы болады. Кеше мұна иудейдің Иерусалимде өздердің Мәсқа дейді екен, мейрамы. Иудей еврейлердің. Ана стена плашыда бұлар 10 адам жиналып жылап отыр. Мен Иерусалимде болған адаммын. Мекке Мәдинада 10 рет 1000 адамда барып ас беріп қорабақ дүние жүрмін ғой. Сонда мен айтқаным, міне
Қараңыздар, Европада қазір әлемде 1,5 миллионнан артық 2 миллионға жақындап жатыр аурулар. Оның 6 миллионы Америкаға келді. 20 миллион США Құрама Штаттары Америкада әртүрлі бар. Латин Америкасы. Міне Трамп Америкада қазір дәрігерлер көшеге шығып Трампқа қарсы, өкіметке қарсы ақсыз көп дәрігерлер өліп кеткен. Трамп біздің экономикамыз яқты мақтанып, Аллаға сыйынбаған күнәһарлар, саяси күнәһарлар. Міне Европада, міне Испанияда 19 мың адам өлген. Италияда 18 мың, көрдіңіз бе? Францияда 10 мыңға жетіпті. Қараңыз, бұл үлкен апат қой енді. Сіздер сұрауыңыз мүмкін, бұл апатқа қарсы Европаны қарғадыңыз ба? Иләні жоқ, мен бәрі тектеспін. Мына қараңыз, бұл тағы да үлкен, бұл мейрам деп жатырмыз, мұсылманның 24 апрель күні жаңа көкөк сәуір айында кешірдер мені мынандай айтуым күні Рамазан басталады. Оның алдында мына 19 күні сәуірдің православный Пасха құтты болсын әлі. Католик діни мерекелер болып отыр. Да, бәрі бір айда. Иуда діні, христиан діні, ислам діні, үшеуінің де мерекелер келе жатыр. Төртеуінде ғой. Иә, төртеуінің. Мына қара, бұл неге айтып отырды? Мына қара, бұл Алладан жіберген Тора дейді. Еврейлерде білген. Олар тек еврейлер діні. Юдай дінді. Олар тек еврейлер алады. Христиандарда мына католиктер бір бөлімі, православный, мына буддисттер бар. Айналайын, міне бұны неге айтып отырмын? Мені Алла Тағаланың енді мына құрметті бірінші муфти ғой енді. Ратбек Қажы айналайын, міне. Бұны Виктор көрсетесіз ғой. Міне Ратбек Қажы маған қарап, талай рет бұны мен мақтанайын деп тұрған жоқпын. Біреу біледі, біреу білмейді. Амантай Қажы өте қиналған кезінде. Мені мақтану керек, мен кім екенін білемін. Амантай Қажы қазақтың Омар Халиф дейді. Саған да айтты. И телевизорда айтты. Радио. Сонда ол аянмен айтқан. Бір жұрт сақтап жүрген. Бұл Амантай Қажы тасып кетеме, нағып кетеме өзіше. Бір жағынан дейді, оны ашық айтты. Мен қалай өзім бірінші муфти дін басшысын, мен қандай қызғандым дейді. Сонда ақырында бір жыл қызғанып, байқасам, бұл өтіп барады, тағы аян алып, бұны айтпасам, өте қиын болады деп Ратбек. Соны мойындап, мен бұл кісіге рахмет деп сөйлейін, мені айтқан емес. Мен бұл дін басшының бірінші Ратбек Қажының муфтият құрғаны 30 жылдық боты құтты болсын екен. Биыл 80-ге толасы тағы құтты болсын міне. Сіздің өсірген шәкірттеріңіз міне имам болып жұмыс істеп отыр, құтты болсын. Талай кеп үйге бата беріп, менің батамды алып дейсін. Мына кімде өте жақсы екім, Серік Қораз үйге кеп. Мен оны болатынды айтқам, мына Наурызбай кадр муфти бар ғой. Ол келді. Өтке келіп, мәшімін айдап, батамды алып, Түркістанға оларға айтқаным бәрі келді. Қараңыз, қандай, бұл қалай? Оны неге айтып отырмын? Бұл мұсылман діні соңғы дін ғой айналайын. Алланың жіберген. Мына қараңыз, бұл үлкен мәселе міне. Солай, міне қараңыз, соны неге міне? Бұл кім айналайын, жұлдыз. Мен Алланың мына бұйрығын орындап жүрген кішкентай Алланың құлымын. Бізде имамдар көп. Аман болсын. Патриоттар аз. Бұны айт, олар намазға құлайды, дұрыс, жаңағы өздерін қызметтер істейді ғой енді, оларға қиын біраз сынау айтып. Біз 30 жылдық қана муфтият болып тұрмыз. Мына православие жарты ғасыр, олардың дәстүрлері әбді дамыған ғой. Бірақ Алла маған беріп, маған қандай бұлам ғой. Мен айтқаным кем отыр. Мен неге сеземін. Мына қараңыз көрдіңіз бе? Неге? Оныке Алланың жолын білемін. Маған алты жатқа қылыш беріп Меккеде патшаның ол Саудияда олар біреу сенің сәлем берсең қабылдау мүмкін. Мені патша кіретін қызым көрді, есіктермен кіргізіп, Сұлтан Қазақстан деп айтты ғой талар, көрдік, рахмет. Мына қараңыз. Неге? Европада, батыста, Америкада қарғыс бар еді. Мұнда қарғыс бар. Әрі айтты ғой, бізде сырды қарғысы мұсылмандарды Афганистанда қырып, 1 миллион кемпір шалдар, балаларды. Міне, Сыр империясы құлап кетті. Ол социалистік кәрімет мемлекет болған. Бірақ ұлт жағынан шовинистік нелер болған. Соның айтып 33 жылдар қазақтар содан құрылып кетті. Оны айтып үлкен әңгіме. Ал кейін міне католиктер қарсы. Бұлар Ватикан, Францисканы
Менің Ватиканның басшысы Франциско айтты, ой, бұл Алладан сынақ келіп отыр. Біздің бөлінбеуіміз керек. Адамзат біз біріміз тойтарыс беруіміз керек коронавирусқа деді. Кеше 10 адам Пасха католик сонда айтты. Мына Иудейде айтты ғой Иерусалимде. Плаша стенада жылайды. Олар күнәсін біледі ғой. Олар Иса пайғамбарды айналайын өзің білесің. Оны айта берсең әңгіме көп. Сонда да Иса пайғамбардың қарғысына алып, Иса пайғамбар кетіңдер. Сендер тұрмайды. 3000 ғасыр бұл дүниені шарлап жүр. Қайтып келіп 49 жылы мемлекет болып, мен бұл жақта бардым. Мына посолы елшісі мені үйге көп сәлем берген бала. Сен жұлдыз мен саған айналайын. Бұны айтпасам бұл қаяқта шықпады. Allah Allah'tır. Aytpasa Amerika'nın prezidenti Obama ben aytkanım nesi sarıp ama tekrar şahırda dedim. Miami koydu mu? İşleri şahırıp şay verip Amerika'ya beni nasihatta gönderirsin. Ben aytım bunu zakıtlarına bunu. Könüm sesi vardır. Hayır bu zakıtlarına komünistlikte diyen memleket hükümet kulaydı. Ülke karşısına gider. Ama ben Allah'ın alısını ayttırım. Allah'ın mürgüdadır. Ne bileyim cemaatler aytettik hocam Жұлдыз. Cemaatı. Қараңыз, мынау артыңызда сіздің өмір тарихыңыздан фото шежірелерді, суреттерден жасалған шежірелер. Тарих. О Алла қолдасын, аттан Қазақстан, қажы Амантай жасасын. Аттан деп мынау зағиптардың өзінің ұран екен. Өзі көрді ғой не? Арғарай Мир Трутмай жасасын Амантай деп. Қажы Амантай жасасын. Қажы Амантай деп анау орыстар айтып жүруші еді. Да, Владимир Ефимов, мен өмірінде мені айтыңдар, білесің ғой мен білесің. Мен андай бәлеге шыдамаймын, сұрадым. Олар өздері неге айтып отыр олар? Сонша жыл қиналып айналайды, көзіме. Қаншыры, ешкім қарамайды, бармайды, көзіме. Кеше әкімнің қызметкері болды, бұл Алмалы ауданының әкімі, Бекқали, бір әкім кішкентай болса көз, аман болсын. Сол барғанда ой, Амантай қажы қандай сізге дұрыс екен деп. Өкіметтің, мен оларды сынап жамандайды. Бірақ Нұрсұлтан Әбішұлы айналайын бауырым, халқының бірінші президентсің, аман бол мені. Қанша бата бердім, жүгіріп келді, қолына келген. Бұл зағиптарға айналайын. Бірінші президент мені. Нұрсұлтан Әбішұлы аман бол мені. Біз бейбіт дүниені көтеріп, қанша сен келгенде айналайын, бірінші өзіңді ұмытасың керек. Мына шаңырағындағы мүлдерің бар бұл садаға беру керек. Мынадай қиын кезде 1% сұрамайын, 0,10 сотық дейді, міне Тоқаев айналайын. Қазір Тоқаев үлкен азамат қазір. Мен бұны арнайы айтпасам, ол кеп айтты ғой құрылтайда сәлем беріп имадымет құрамыз. Ал енді ол кісі өзі интеллигентный адам, білімді, нәзік, дүниені көрген қайраткер деп болады. Бірақ ол ана қазақша айтқанда күрескер, қайраткер жаңа деп айтпайды, мәдениетпен. Бірақ осы кезде міне қандай сөздер айтып жатыр. Әкімдер бұны телевизор айтты. Комитет шығыңдар, халыққа барыңдар дейді. Ал қазір міне Нұрсұлтан Әбіш айналайын. Сен шахтердан, Гарнавойдан өстің ғой. Осы қалада, Алматы қаласында бұны ашық айту керек. Астана қаласында барды, жібер біреді, кіріп көрсінші. Полицияны қойып қойған, милиционерлер ешкімді кіргізбейді. Әкім орында болмайды, әкім жоқта отыр. Бұл соның барлығы саясатта Нұрекеге Нұрсұлтан Әбішұлының абыройына тиіп отыр. Мен бұл карантинде адамдарды аурудан сақтап отыр ғой, індеттен сақтап. Жоқ, карантин ол басқа жер. Ол үшін кіргізбей отыр ғой енді. Мына бір, қараш, сен Жұлдыз айналайын. Мен саған қандай бата бердім айналайын. Сен тұпай-тұпай көтсемесің. Жаңа орысша айттым міне. 34-ші канал, жастар, бұл дүниеде кіретіндер. Міне, саған рахмет міне. Осындай хабарды, аттан Алматыға не әңгімедеміз Қазақстан шыққан хабарды. Европаға, Америкаға, соларға жаным ашып. Мен жаңа орыстар пірді бұждат еткенім ғой, жаным ашып айтқаны. Олар бәдім бақтаным міне. Міне сен үлгі қабашы болып тұрсың міне. Сенің Жұлдыз, атың Жұлдыз, шынымен Жұлдызы болды екен. Мына Виктор бар ғой, аман болсын міне. Павлик, мен бұларға хабар, КТК, 31 канал эфирді шақырып, бұлар мына қазақта, орыста да свидетель деген сөз бар. Мына пайғамбарға да көрген адамдар куәлік береді. Бұлар көрген сендер. Бұл үлкен абырой саған кеп тұр, құтты болсын. И Викторге, и Павликке, осы жердегі бар қызметкерге. Мен абырой үшін қызмет жасамайын. Мен әкімдерден бір квартир сұрап,
мәшіне сұрап жүрген емеспін. 55 миллион садаға бердім, соны қуанам, есімі дамаған. Ал Бақытжан Сағынтаев айналайын. Алматы қажы бас генерал деп айтты ғой. Енді сен соны дәлелдеуің керек. Мен саған да бата бергем талай рет. Сенің айта берсек, қарада тұрушы ағамыз Алматы қажыға үлкен қарыздар болып кеттім. Мен өсірім керек деп. Қиын кездерде Қарекең ағамыздың басына талай қоран оқып тұрамын. Жеңшем әскер аман болсын. Басқаларға мен неге айтып отырмын. Әшірбек міне көпшіл бүкіл Қазақстан журналистің басшысы болған. Меккеде мен Қазақстан туын, бейбіт туын көтеріп, қамының қасында оның үлкен астарды айтып жүрмін. Сондай батырлық көрсетті мені көрініп. Мен оны көргенімді, сезгенімді адал, таза, ақиқат, шындықты айтып. Біз айтамайтын бір бәлелер бар бізде. Көріп тұрған нәрсені солар үшін, Қазақстан үшін, ел үшін, отан үшін, ислам үшін. Алла тағала. Міне, жұлдыз сенің жаның, жұлдызың жарай деп тұр. Сен бұлай білемесің. Ешкімде әкімдер мені. Сен біле қане, оны жауып тастайын ба? Бұл остер чеканады ешкім жамамайды. Мен мақтанбайды, жаппасын. Сенің шабам, неге жабу керек сені? Қайта көмектесу керек. Міне, бірінші президент Нұрсұлтан Әбішев бұндай журналист, ислам туын қажыға барып, мыңдаған міне жұлдыз сізді насихаттағанда бұндай бір журналист насихаттар жоқ. Оның алдында Светлана Ивановна айналайын. Кеше ғана туған күні болды, құтты болсын. Татенко, бывший директор телеканала Рахат потом СТВ. Вот и Тоқаев айналайын. Бәріне көмектесу керек. Ал мен несіге көмектесем аттандым. Маған насихат, мақтаным. Мен Алланың алдында сенің алдында қарыз болып тұр. Сен қазір журналистер іште ту көтеріп тұрсың керек. Қандай ту көтеріп? Бейбіт ту көтеріп тұрсың. Қазақстан ту көтеріп. Адал, шындық, таза, ниет, мұсылманды көтеріп тұрсың. Сен неге бізді көмектеспеуді керек? Мақсатымыз телеканалы, жастар телеканалы ашылып отыр. Бұл телеканалдың мақсаты елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ашылып отыр. Бізде қазақи салт дәстүр, салт сана, әдет ғұрып, имандылық, осындай отанды сүю, патриоттық сезімді ояту, ұлттық үрдісті ары қарай дамыту мақсатымыз. Сондықтан соның бір бағдарламасын, авторлық бағдарламасын сізге ұсынып отырмыз. Асыл мұра бағдарламасы сіздің арнайы бағдарламаңыз. Сіздің бағдарламаңыз өте жоғары дәрежеде жұмыс істеп тұр, өйткені аптасына 2 рет сіз жаңалық әкеліп отырсыз халыққа. Және де бір таңғалатыным сіздің қандай жағдай болмасын, індет болмасын, меккеде жүрсеңіз, қайда жүрсеңіз де адамдар беті мажаурап, ұйқысы келіп, не істерін білмей, тұнжырап отырған кезде сіз адамға күш қуат беріп, сол жерді дүрілдетіп, шуылдатып, елдің бәрі арқасы көтеріліп, аттан Қазақстан деп сіздің артыңыздан ілесіп кетеді. Соны көшеге шығасыз. Алла тағала маған бұйырып тұр, аттан қылып тұр. Аттан деген арабша фисабилла тұр, көтер деген сөз. Ал бізге жайбыраққан жату не? Сіз сосын көшеге шыққанда сізге микрофон керек жоқ. Аттан деп айқайлағанда мындай орнынан көтерілесіз, бір көшені жинап аласыз адамдар. Оның өзі бір күш қуат. Бүгінгі күні тағы да елдер мажаурап отыр, сіз тағы күш қуат беріп, мында осы телеканалға келгенде елдің бәрі есіктің алдында сізді күзетіп жүр. Аттан Қазақстан Амантай қажымен бір сөйлессек деп. Енді бұл да бір үлкен сізге берген жаратушы иеміздің сыйы деп ойлаймын. Алла берген. Беретін де Алла, бермейді де Алла. Халқым, қазағым, Қазақстаным, мұсылмандар, бар Қазақстан азаматтары. Олсын, басқа ұлттар болсын. Адамның ақылы келте болады. Адаспаңдар. Алланың ақылы түбіне жетеді. Разум дейді. Мына Аллаха великий 99 миллион. Одна из имен, что Аллах велик, разум. Почему Аллах Тағала разум? Человека разум короткий. Человек не может, даже человечество создал не может дойти до того, что Аллах создатель. Аллах все знает. Весь мир он создал. И поэтому, люди некоторые думают, особенно политики, безбожники, конечно, что на русском, они думают, что они правят страной, правят государством. Слово правление даже нехорошее. Мына елді билеу деген сөзді жақсы емес. Алланың құлы болса, Алла қолдаса, сонда жақсы болады. Ана оны айттық қой міне. Төле би бабамыз, Қазыбек бабамыз, Айтеке бабамыз. Оның алдында менің бабам Тұрсұлхан, Ташкентті билеген хан Ахмет. Міне солар Алланың құлы болған. Ынтымағы зор болған. Бүйірде бір жамандық айту. Кім айналайын, жұлдыз. Бір жаман ниет білдіру, әйтпесе біреуге тиісу, мені шақырсаң да бармайды. Бірақ сенде жұлдыз, ең қазақтың журналисті болып тұрсың, бұны естім.
жұлдызға көмектесу қазір бар парыздар міне. Мына бизнесмендер бар, басқа. Кеше ғана маған мұны ашық жаз. Мен алтта тұрып намазға барып, стадионға барамын. Екі жігіт келіп сәлем беріп, жігітте отырып, сөзге тұрып, біреуінің аты Бектас, біреуінің аты Тимоха. Орысша сөйлейді. Мен қазақ. Мына зағиптарға ас бермей онда телефон жауап ортадай мың. Семейдің қазақтар екен. Міне Бектас, бұны айт. Бұлар мені алдайын деп телефонға, мені мұндай дағыра жектір. Міне сондай бізде көп ойнайды. Жақсы. Міне айналай қазір міне қалталы азаматтар, министр бол, әкім бол, кім болсын, президент Нұрсұлтан Назарбаевты бастап, ел отан үшін, исламды үшін Рамазан келе жатыр. Осындай жұлдыз қарындасы ма, қазақтың қызы шығыстан шыққан. Оңай, енді жамандалу қойды. Бұл рас айналай. Мен оны айтпасам жұлдыз, сен кешір. Мен сені бұл мақтап, саған бір орден, бұл шындық. Оны айтпасам мен ауырып қаламдар. Өте жақсы. Енді қазақта мақал бар, жақсы сөз жарымас дейді. Абай атамыз айтқан, Алланың сөзі рас, өзі рас. Рас сөзде еш уақытта жалған болмас дейді. Ендеше сіздің айтып отырғаныңыз, халыққа айтып отырғаныңыз, бүткіл әлемге жар салып отырғаныңыз, иманды жолмен жүрейік, таза жолмен жүрейік, бір жаратушыны ұлықтап деген, сол жаратушының құрметі үшін адамзатқа көмектесейік, бейбітшілікті арғай адамзатқа көмектесу зағиптарға бірінші. Ол ең салыптырда. Соның ішінде зағиптарға, бірінші осы. жандарға, әлеуметтік тұрмысы өте төмен жандарға қол ұшын берейік, бар адамдар деп соны насихаттап жүрсіз ғой енді. Түпкі бір сөздің тамыры айланып кеткен. 90 сөздің тоқтайды. Өте дұрыс. Жұлдыз, бұны айтпасам тағы бар. Рамазан келеді. Мен 93 жыл айымен барып Меккеге үлкен құрметте болдым. 92 жылда барғам. Нұрекең мына тірі аман болсын, маған телефон соқты. Бұл бірінші. Колпаков па, Утыпханның помощник орыс. Алмантай қажы специально рассказал. Президент сказал, если вы до 6:30 придете, он примет. Он позвонил где-то часов 5:30. Сейчас. Мы как пришли в машину. Я говорю, не надо мне машину возить, не дай бог. Я должен дойти пешком. Нет, он сказал машину. Мы найдем. Я говорю, мне неудобно на президентской машине ехать. Люди подумают, что я какой-то, понимаете, как-то работник правительства, что ли. Я говорю, я народный такой ходящий мусульманин, рядовой. 48 лет живу в первом этаже. Квартиру, у меня 12 внуков, я молюсь на них. И рад то, что в благотворительные акции народу Казахстана, особенно слепым, бездомным, обездоленным, 100 национальностей, 1000, мне равных нет и не будет, видимо. Потому что Аллах меня и так поставил на первое место. И вот Нурсултан Абишевич выбегает из кабинета. Я сижу в кабинете, 20 метров в коридоре. Выбегает, открывает дверь, рядом Фарис Султанов. Говорит, Хажеке, төрет. Отырында мен, ой Алла тағала, бірінші президентке Қарасай бабасын айттым. Зәбдасуды бердім, тәшбіні бердім. И жайнамазы бердім. Нұреке мені солдай қарсалып мына. Енді Нұреке саясатта жүрсің ғой, амансыз ғой, біз иманды берді құрып жүріп. Дұрыс деді. Бұны шығармады. Дұрыс деді. Ал ол үшін біз 5 парыз тұрдық. Дұрыс. Менің Меккеде Олжас ағамыз жіберді, Қаражанын. Рәтбек қажы қарсалды. Мұсылмандар басшылары. 70 қазақ күндері бар екен деді. 70 бар. Мен солардың үйінде Мекке, Мәдинеде бардым ғой. Қараш Алла Тағала. Бұл 93 жыл әңгімелер айналайын. 92 жыл әңгімелер. Міне Нұрекең менің батармен міне қандай жақ. Еліміз қанша міне. Тәуелсіздігіміз 30 жыл. Кемшіліктеріңіз Нұреке. Бұны айту керек. Жеттігендеріңізді мен жақсы білем. Сіз менен де жақсы білесіз. Не істегенсіз? Сіз қолыңыздан келгенін бәрін істедіңіз. Қолыңыздан келген. Мен оның сізге бір жағымпаз, жақсы көріп, мен сырайда тұра жоқпын. Алла көтеріп тұр. Бірақ мына бейбіт Қазақстанда айналайын. Бір іріктер, шіліктер шығып жатыр. Оны сіз жақсы білесіз дегенде. Ондайдан сақтасын, елімізде тыныштық болсын, бейбітшілік болсын, имандылық болсын. Алла берген бақытты ұзағынан болып мәңгі бақи болсын. Соның ішінде міне Алладан мен өзім сұрамайын. Мынадай қазақ қыздың осындай шығыстан шыққан жұлдыз тұра тұр. Қолдамасақ бізге ұят болады. Жақсы, рахмет Амантай қажы.
мінекей сіз сондай елбасының қабылдауында болған, ол кісіге бата шақырым еді. Шақыруында сізді арнайы шақырту деген, елбасы шақырту деген, ол өте бір басқа сәлем бергендер көп қой міне. 97 жыл міне. Нұрсұлтан Әбішев міне отыр, міне Рахим апа отыр, міне ақтарым жігіттер отыр. Ана менен балам тұр. Қазақта мақал бар, бақ қонып қыдырдарған. Сізге бақ қонып қыдырдарған. Өйткені екі елбасы сізді құрметтеп тұрса қандай керемет. Бүткіл әлемдегі елбасылар, президенттер сізді құрметтейді. Меккеде қасиетті жерде патшалар сізді құрметтейді. Ендеше сізде құрметті адам, біздің телеканалға келіп отырсыз. Біз үшін сізбен бағдарламаға ашу үлкен мәртебе. Онда сізге алғыс білдіреміз. Келесі эфирде, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Субханаллаху акбар. Раббана менің бір батам қабыл болсын. Жұлдыз саған рахмет тағы айтамын. Бұл Алланың бұйрығымен болып тұрған нәрсе. Сен мені сіз патша қабылдайтын. Алла бұйрық болса мен патша түгілі есіңде жете алмаймын. Алла бұйырды. Бұл әлем заттың қайғысын Алла тағала маған бақыртып айтқызып тұр. Бұл Алланың қолдауы. Бұдан артық бақыты болды. Мен тасымаймын, саспаймын. Алла тағала сабырлық берсін, шыдамдық берсін. Мен Алла тағала құлы болған екен, осылай жүруім керек. Жаяу. Жіпке мінгендер кабинеттегі абайлап жүрдір. Алланың үлкен сыны келатыр. Мен тілектесім. Бірақ қазақ халқы, Қазақстан иманды мемлекетті мәңгі бар. Сендей қыздар Қазақтың, мен Қазақстаннан бастағам, оны білесің. Мені айтқаным өйді дегенде Назарбаев болсын деп. Мен оны танымаймын, оны кептіріп сол. Оны КГБ-де, Лубянкада, Москвада көрген екен. Оны айтты қой. Аллаху акбар. За мир всех стран, атаң қазақ, я молюсь с праздником католики, с праздником Пасхи католики, с праздником православный 19 апреля. Юдеи отделали праздник вчера, еврейский, значит, и мусульманский Рамадан идет, святой месяц. Аллах велик, пожалуйста, все религии в одном месте. Ой, это еще раз доказывает, что Аллах один, все люди братья с Богом. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. А там наш клич, от предков клич свобода. А там Казахстан умещает в себе сердцем все народов весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, а там Казахстан совершает наше спасение и сокрушает произвол.